Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен осындай бір қамырдан шыққан кекс пен пирогтың рецептісімен бөлісемін. Достар, видеода көрсетілгендей мен сіздерге қазір қамырдың ортасын көрсетемін. Міне достар, қамырымыз толығымен пісіп шыққан. Керекті заттар: ұн, сүт, жұмыртқа, сұйық май, қант және бояғыш. Таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды саламыз және артынан қантымызды салып, содан кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Достар, бұл пирогты мен миксерсіз дайындаймын. Сондықтан да сіздер венчикпен жақсылап барлық ингредиенттерді араластырып отырыңыздар. Видеодағыдай венчикпен жақсылап тұрып араластыруымыз керек. Келесі достар, сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Дайындап қойған ұнымызға разрыхлительді қосып, ұнымызды 3-ке бөліп аз-аздан қосып отырып араластырамыз. Қамырымыз біркелкі және де ешқандай түйіршіктер болмас үшін қайта-қайта жақсылап араластырамыз. Соңғы ұнымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырдың 2 ас қасық бөлігін басқа ыдысқа құйып аламыз. Кішкентай ыдыстағы қамырымызға міне осындай гелевый қызыл бояғышты қосамыз. Достар, егер сіздерде осындай қызыл бояғыш болмаса, осы бояғыштың құрғақ түрінде қолдануларыңызға болады. Қамырымыз дайын, енді формаларымызды дайындап аламыз. Достар, мен бір қамырдан кекс және пирог пісіремін. Сондықтан ең бірінші кекстің формасын дайындап, осы ыдысқа құйып шығамын. Кекстің қамырына қызыл бояуымды аз-аздан құйып шығамын. Достар, кекстің қамыры дайын. Енді келесі осындай формамызға қамырдың жарты бөлігін құямыз. Кекстердің қамыры дайын. Келесі осындай формамызға жартылай қалған қамырымызды құямыз. Дайын болған қамырымызға таза шприцпен жаңағы қызыл бояғыштарды дөңгелек етіп құйып шығамыз. Достар, қамырымыз дайын болып қалды. Оған дейін сіздер зубочистка немесе шпажкаларыңызды дайындай беріңіздер. Енді осы дөңгелектердің үстінен осылай зубочистка немесе шпажкамен қызыл бояғыштардың үстінен осылай сызып шығамыз. Сонда жүрекше пайда болады. Достар, пирогымыз дайын болды. Енді пирог пен кексті духовкаға 180 градуста 25 минут пісіреміз. Кекс пен пирог пісті. Достар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер, мені қолдап отырыңыздар.